Тұғырлы тәуелсіздікке тарту. Таразда мерейлі мереке қарсаңында мектеп ашылды. Кірпіш завод алқабынан номері 60-шы жаңа мектеп пайдалануға беріліп отыр. Жалпы құны 830 миллион теңгені құраған білім ошағында 21 кабинет заманауи үлгіде жабдықталған. Бұған дейін бұл аймақтың 860 оқушысы көршілес мектептерге қатынап оқитын. Енді білім қуған бүлдіршіндер басқа оқу ошағына сабылуын саттимақ. Жаңа мектептің ашылуын Жансұлу Дүйсенәлі жеткізеді. Осыдан бірнеше ай бұрын Құмшағал иінінде номер 19-шы 100 орындық жаңа мектеп ашылған болатын. Дәл сондай білім ошағы бүгінде пайдалануға берілді. Номер 60-шы жаңа мектеп тек оқушылардың ғана емес, тұрғындар мен ұстаздардың да көз қуанышына айналуда. Себебі 1086 тұрғыны бар алқап үшін тәуелсіздікке арналған үлкен сыйдың бірі осы. Мектептің салтанатты ашылу рәсіміне облыс әкімінің орынбасары қатысып, оқушыларды алдағы мерекемен құттықтады. Жамбыл облысы әкімінің атынан жаңа үлгідегі плазмалық теледидарды сыйға тартты. Айтбек Байғоразов көшесінде орналасқан жаңа мектеп мемлекеттік және орыс тілінде білім беруге арналған. Бүгінгі таңда кадрлық қамтамасыз ету бойынша барлығы 42 педагог жұмысқа қамтылған. Тағы 11 оқытушы қаланың өзге де мектептерінен ауысатын болады, дейді қалалық білім бөлімінің басшысы. Есть специальный блок для предшкольной школы. Жаңа мектепке дейінгі даярлық тобы да бар. Тараз қаласындағы үлкен демографиялық өсімге байланысты мектепке даярлық және бірінші сыныпқа барып жатқан оқушылар өте көп. Тіпті кейбір мектепте 11 бірінші сынып ашылды. Осы жастар Қазақстанның болашағы екенін ұмытпағанымыз жөн. Құрылыс жұмыстарының жауапты мердігері Орнау Констракшн жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Жобаның жалпы құны 830 миллион 58 мың теңгені құраған, ал жалпы аумағы 4500 шаршы шақырым. Оқушылар үшін 21 кабинет, 110 орындық акциялы, бір спорт зал және үлкен асхана ұсынылған. Сондай-ақ заманауи және компьютерлік жабдықтармен толық қамтамасыз етілген. Жаңа мектеп салынып жатыр. Оған біз қуаныштымыз. Бұрын өзіміздің мектепке қатынауымыз қиындау еді. Енді өзіміздің районымызда жаңа мектеп ашылғансын бізге жақсы болды. Сондықтан біз қуаныштымыз, алғысымызды білдіреміз. Тараз қаласында шежірелі ширек ғасырда 8 мектеп ғимараты пайдалануға берілген. Бұл жаңа мектептің ашылу салтанаты да тәуелсіздіктің 25 жылдығы қарсаңында арнайы ұйымдастырылып отыр. Өңірдің әрбір оқушысына жан-жақты білім алу үшін барлық жағдай жасалған. Солай болуы да керек. Себебі жас буын мәңгілік елдің жарқын болашағы. Жансұлу Дүйсенәлі, Серік Тәжібаев, 7-7 News.